Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің бүгінгі жаңа видеомды көріп, маған қолдау көрсетіп жатқандарыңыз үшін баршаңызға алғысым шексіз. Дәл қазір сағат таңғы 9. Біз таңғы асымызды уже ішіп алып, қазір енді балаларды сыртқа шығарып, бүгінгі видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Аялаға кешегі киімін кигізіп қойдық. Наңғара Аяла, наңғара. Ой, боди күшті болып тұр міне. Тура келіп тұр екен, мына вырысты алдым ғой. Мына жерде кешегі альбомды уже толтырып жатырмын, жазатын жерін жазып, Аяланың аяқ қол іздерін бастырып жатырмын. Бізде сағат 11 болып қалды. Қазір біз мына жақта ЖК Нұрайға қонаққа бара жатық. Омар қасымда, Аяламында, әкесі біздің артымызда келіп жатыр. Омарды бір жағынан ойнатып қайтамын, бір жағынан көмектесіп қайтамын. Мамам қонақ шақырып отқан сол. Мына жақта жалып келіп жатыр. Омар Аяланың соскасын аузына салып болған ғой. Кішкентай бөпе кезінде ембеген соскасын қазір еміп жатыр ғой. Аяланың соскасын еще. Аяла жатыр, мұнда рахаттанып. Бүгін күн деген күшті болып тұр екен. Дала не салқын емес, не ыстық емес. Осындай ауа райы жақсы негізі. Бірақ жаңбыр жауатын сияқты қазір бүгін. И, конечно, без этого влог бола ма? Самолет түспесе, менің влогымның шырқы бұзылады деймін ба? Обязательно бір күнде бір самолет түсіріп тұруым керекпін. Аэропорт жақта тұратынымды білдіріп қоюым керек осылай. Аэропорт Қосшыға жақын ғой негізі. Işte аэропорттың артында тұрамыз ғой. Келдік уже ЖК Нұрайға. Қайда келдік Аяла? Аяла қайда келдік? Ане біздің үй жағы не тұр? Қонаққа келді Аяла, иә? Әжесіне қонаққа келді. Омар ағаң ойнайтын жер ғой. Ал мына жерде уже мамамыздан шыққан кезіміз. Жолдасыммен бірге Лесная Полянаға бар жатырмыз. Короче, Лесная Полянада жүрміз. Жаңа жолдасым банкоматқа ақша салуға кетті. И өзім қазір Аяламен жүрмін. Омарды әжесі алып кетті. Аяламен қазір фотопечать шығаруға бара жатырмын. Кешегі альбомға. Берекелі үйімізге келіп, уже Аяланы бесікке бөлеп ұйықтатып жатырмын. Омар Тайтөбеде, Аяламен жаңа Лесныйға барып қайттым. Жаңа фотоларда, короче, жолдасын өзім алып келемін деп 30 минут күтуіміз керек екен. Ал мен күте алмадым, өйткені Аяла жылайды, мазасызданады. Ал мен өйтіп ұзақ жүре алмаймын деп жолдасыма тапсырып кеттім. Жолдасым барып алып келеді сол фотоларды. Барлық фотоларды шығарған жоқпын айтпақшы. Жартысын ғана шығардым. Ана альбомда бірінші беттеріне жасайтын шығармын, скорее всего. Бүгін Тайтөбеге барамыз. Аяла екеуміз қазір үйді реттестіріп, кірлерді жуып, кейін кешкісін Тайтөбеге барып, сол жақта қонамыз. И таңертең әкеліп тастайды машинамен. Короче, жаңа суреттер келді. Мынау вообще Аяланың кішкентай кезі ғой, альбомға салатын. Но почему-то қап-қара болып шыққан ғой. Енді телефонмен жіберген соң, конечно, осындай болады. Ну, нормально. Мыналар нормально екен. Мынаны вообще УЗИдің суреттері ғой. Мынау Аяланың алғашқы фотосы. Мынау УЗИдің фотосы тоже. Мынау Аяланың кішкентай бөпе кезіндегі фотосы. Мынау роддомдағы фото. Мынау недегі выпискадан кейін үйде жиналған фото. Мынау әкесімен түскен. Мынау тоже выписка. Мынау менің беременный кезіндегі фотом. Мынау вообще әдемі түскен фотосы тоже. Мынау тоже УЗИдегі альбомға жабыстырам. Мынау Омар мен әкесінің фотосы. Мынау азан шақырып ат қойғандағы сурет. Берсе осының бәрін жабыстырам.
Ал мына жерде Аяла екеуміз Тайтөбеге бара жатқан кезіміз. Тайтөбеге бара салып, бірден магазинге кіріп, алдымызда мама күтіп алған болатын. Мороженое алып, үйге келіп, мороженое жеген болатынбыз. Тайтөбеге давно келіп, уже балаларды, екі баланы да ұйықтатып тастадым. Екеуі де бір-біріне қарап ұйықтап жатыр. Ортасында мен жатам. Мында ертең алып кететін заттардың барлығын дайындап жатырмын. Мынау Ниблер қақпағын жоғалтып алдым, білмеймін. Омар ойнаған, әр жерге тастаған, сонымен қалған. Ладно, қақпағы важный емес маған. Главный, мынандай керек қоймаған. Екеуі де новый. Ішіндегісі, мынау да новый. Өзім мынаның ішіне шыққан. Мынау тоже новый. Мынаны мен өзім сатып алғам. Детский мирдан. Екеуін де детский мирдан сатып алғам. Мынаны да. Мынау качествосы енді мықты. Омар осымен өсті ғой. Тістеп. Банан салам, ішіне алма салам. Осылайша тістейді бала. Мынаны ашып, қазір көрсетем. Ашқаннан кейін осылай салып, как бутылка сияқты. Ішіне фруктыларды салып, балаға бере береміз. Сөйтіп, осыларды алып кететін болдым. Салам қазір мыналарды. Сосын мына бутылкаға керек болған соң мынаны алып кетіп баратырмын. Мына қасықты мен недавно есіме түсірдім. Бұл қасықтың мына жерде көгі болатын. Әдейі осындай алдым ба кезінде, Омардың кезінде алған қасығым еді. Көгін Омар жеп бастады көгімен. Короче, мына қасық қандай. Термочувствительный кончик дейді. Мына жерде жазылып тұр. Ыстық суға батқанда мынау ағарып кетеді. Тамақ ыстық болса, значит ағарып кетсе, балаға беруге болмайды деген сөзді. Тамақты солай температураны прикормға жақсы да. Енді Аялаға осы қасықпен берем. Плюс өзінде қасығы бар ғой. Омардікі жоғалып қалған. Бұрында қашан, қай заман алғанмын. Омардың 6 айлығында алғанмын бұл қасықты. Розовые, кейін есіме түсті, розовые бар еді ғой деп. Бүгін сандықты ашып қарасам, бар екен розовые. Білгенде алыппын. Даже ол кезде Аяла жоспарда да болған жоқ. Мыналарды все-таки алып қойып жатырмын. 1 годик. 7 айдан бастап алып қойып жатырмын. Альбомға салам ғой, суретке түсіріп, фотосессия жасап. Негізі мен Аялада түсірген жоқпын фотосессия. Омарда күшті түсірген осындайлармен. Омарда еще торт жасап түсіргенмін, 7 деген, 6 деген, сондай. Күшті фотосессия жасайтын Омарда. Енді Аялада ең жасайын деп тұрмын ғой, 7 айлығында. Короче, осыларды алып кетем. Мынаны алып кетем, үйге барған соң жуып аламын. Столик керек бізге, все-таки. Осыны алып кетем. Болды. Қазір балдарды ұйықтаттым. Плюс жаңа альбомның шаруасын тындырам. Барлығын орнына салып қояйын. Үйге барған соң барлығын жуам. Енді менің қазіргі шаруам осы болайын деп тұр. Ұйықтағым келіп тұрған жоқ. Осыны жабыстырғым келіп тұр. Бар суретті жабыстырғым келіп тұр. Жаңа мамадан клей алып алдым. Осы клеймен қазір суреттердің барлығын жабыстырам. Осындай сурет. Аяланың естеліктері ғой барлығы. Аяла ертең өскенде көреді ғой. Үлкен қыз болады, сол кезде көреді. Қуанады. Аяланың планда да жоқ кезі ғой мынау. Мынау туылған кезі барлығын суреттерді жабыстырам қазір альбомға. Оны біртіндеп отырып, міне алғашқы фотосына мынаны жабыстырам. Айтпақшы, мыналарды уже жазып бастадым. Еще аяғының, қолының іздерін қалдырдым. Мына помада жағып, негізі ручкамен басу керек қой. Міне баланың қолы мен аяғын альбом бетіне қойыңыз да сыртын қаламмен бастырып шығыңыз деп жазылған. Бірақ мен табанына помада жағып, бүйтіп бастым ғой, короче. Осындай болды. Әдемі болды. Мына қолдары бете береді да, сол үшін кішкене қиындау болды. Мына жерге келгенмін ғой, сонымен уақыт болмай шығып кетті үйден. Бүгін жаңа толтырып жатыр едім ғой негізі. Мына жерлердің барлығын толтырып қойғам уже. Так, сосын мына жерге жаңа УЗИдің нелерін жабыстырып қоям осылай. Осылай. УЗИ 1 деген сияқты.
міне. Так, сосын мына жерге әкесінің фотосын жабыстырам. Мына жерге менің фотомды жабыстырам. Короче, достар, мен жабыстыра алғанша жабыстырдым. Мына суреттерді, короче, басқа альбомға салу керек өзімнің альбомыма салып қоятын шығармын барлығын. Мына суреттер, короче, мынаның ішіне керек емес екен. Мынау жазғандарым, міне, мынадан бастап уже сала бастадым. Міне әкесінің барлығы алғашқы нелерді салдым. Первый, второй, третий деген сияқты. 3 өзейдің де. Мынау алғашқы суреттері. Мынау әкесімен үйге келгендегі суреті, аяғының ізі, қолдарының ізі. Мынау әдемі түскен сурет алғашқы апта. Так, мыналарға енді салам, енді шығару керек фотоларды. Неден тауып алып, ВК-ға сақтаймын ғой мен. Сол фотоларды тауып алып саламын. Айтпақшы, мынаусын жазып қойдым. 2 тісі шықты астыңға. В принципе, все. Мыналардың барлығын бұйырса алдағы уақытта салатын боламын. 2000 years later. Баршаңызға тағы да сәлем, достар. Менің влогымның 2-ші күні. Дәл қазір біз өзіміздің үйімізге келдік. Давно уже таңертең келдік. Жаңа демалып алып, видео монтаждап, сосын оны сохранить етіп жүрем дегенше, сосын обедімді ішіп алдым. Сөйтіп жүрем дегенше, уже біраз уақытым өтіп кетіпті. Дәл қазір уже сағат 2 болды. Қазір балдарды алып сыртқа шығып, банкоматқа соғып, банкоматтан ақша снимать етіп алам. И сонымен бір жерде отырайын деп тұрмын. Омарды асықтырып келе жатырмын. Срочно бару керек болып тұр маған. Уже келе жатыр сыртта. Бүгін деген күн жанып тұр екен. Жұқа киініп шыққаным жақсы болды. Әйтпесе мен қалың көйлегімді киініп тұр едім. Жұқа киініп шықтым. Шүкір әйтеуір. Білгендей шығыппын. Келдік, короче, Магнумның ішінде банкомат. Андай жақсы екен негізі. Әжесі кепка алып беріп жатыр Омарға. Өзінің кепкасы жоғалып қалған. Болады. Жаңа артымен не шығып салған жақсы, е? Сол да жақсы онда. Жақсы дейді. Жақсы деп отыр ғой. Рахмет де тәтелерге. Рахмет. Пока. Пока. Магазин аралап кеттік, короче. Банкоматтан ақша снимать етіп алдық. Енді балдарды алып, қазір шашлыкке барамыз. Сосын обратно үйге қайтатын шығармыз. Білмей тұрмын. Ана жақта ғой шашлык. Лесная жақта. Сояққа барайын деп жатырмыз енді. Алдымызда мама мен Омар кетіп бар жатыр. Келдік, короче, мынандай кафешкаға келдік. Летникте отыратын шығармыз. Летниктері күшті екен. Аяла алдымда. Роза. Оны шештіңіз бе? Аялочка. Секіріп жүр ана жерден ана жерге. Ана жерде отырып жеп отырады жаңа. Ана жерде отырайын. Біз уже шығып, қош сетеге кетіп. Омарға мама ойыншық алып берем дейді. Соны алдында ала алмай кеткен ойыншықты алып кетейін деп тұрып қой. Мына жерден міну керек қой енді коляскамен. Пандус жоқ. Анау не жақпен кіруге болады негізі, бірақ міне берейік. Отырып жүр ғой. Омар құқтырып жүр ғой тек.
Мына ішінде. Омардың әлемі. Аялай ұйықтап қайта айтпақшы. Иә. Аха. Иә, өзіміз асықпай қайтамыз ғой. Күшті екен. Аялаға алып берім керек, мынандай бар. Омарға әжесінің подаркасы. Кәні көрсетші, Омар. Пожарная машина. КамАЗ, да? Но, кажется, жұмыс істейді ау деймін, да? Жанат сияқты мұнан басы. КамАЗ. Батарейка салады екен ана жеріне. 3-ақ мың теңге екен, арзан екен. Біткен болса да. Аяла ұйықтап қалды уже. Қазір енді үйге бар жатырық. Үйге барып, кешкі асқа кірісу керек қазір. Жолдасым келеді шамалдан кейін. Жұмыстан. Короче, осындай КамАЗ екен. Шығарып алдық жаңағы коробкасына. Басса осындай дыбыстар шығады. Білет, мынандай дауыс шықса артқа қарай жүру керек екен. Да, ота. Ойнап отыр, тым жақсы өзі. Мына қалды, иә? Бізге, иә? Мына салшы. Ана екіншісі сал. Нағыз оянды. Коляскада жатыр еді ғой. Шығарып, емізіп, сөйтем енді. Короче, Аяланың жаңа столик қой. Тәтөбеден алып келген столикті жуып жатырмын жақсылап. Мынау вообще сарғайып кетпей жатыр. Негізі цветі мынандай болу керек қой, әппақ болу керек. Білмеймін, неге сарғайып кеткенін, даже. Мына жерлері сарғайған. Кетпейді прям ысып. Немен жумадым мынаны? Бағанадан бері, түстен бері жуатым ғой. Кетпейді вообще. Антижирді да қостым, басқан да осымен білмеймін немен кетіретінді. Сонымен осыны жуып қойып жатырмын. Ертең осымен берем, бұйырса осыған отырғызып берем тамақты Аялаға. Келді. Ана жеңдеп тұрсын ба? Ал мына жерде уже жолдасым үйге келген кезі бізге осындай продуктылар алып келген. Мен заказ берген заттарды ғана алып келіпті. Ас болсын. Осымен бүгінгі менің влогым аяқталды. Бүгінгі видеомды соңына дейін қарап, маған қолдау көрсеткендеріңіз үшін баршаңызға алғысым шексіз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, және де қолдауларыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.